4 баламен төркіндемін дейді. Бір рет балаларыңыз деп келмеді дейді. Өкініп жүресің ау деймін. Ештеңе етпейді. Көзіңіз ашылады, өміріңіз ашылады. Енді қимай жатсаң, барып қайтып қосылып ал. Саламатсыз ба ұстаз? Жігіттім әке шешесі рұқсат бермей отыр үйленуге, 8 жас айырмашылық дейді. Сен 8 жас үлкенсің ғой сонда, түсінгеніме қарағанда. Енді баланың өзінде де не жоқ қой, шешімдік. Сондықтан енді қайтесің енді. Болмағанда енді. Негізі бала үлкенірек болсын дейді ғой. 8 жас үлкен болғанда күшті болар еді. Ол бала. Өйткені сенің бетіңе әжім түскенде оның көзі көрмей бастайды. Сол кезде нормальный болып кететін едің де жаным. Ашки киіп, сені көре бастағанша сен кухняға кетіп қаласың. Сол кухнядан келе бастап, көре бастағанда тағы да бұлай қарап бұрылып кетесің, сонымен өмір сөйтіп өте береді жаным. Алла тағалаға уәде беріп едім. Мен сұраған нәрсені берсе, 10 күн ораза ұстап, садақа жасап, бір адамды тамақтандырамын деп айтып жүрмін. Ол дұрыс па? Дұрыс. Жақсы нәрсе. Әкеміз 15 күні қайтып кетті, иманды болсын. 17-сі жамбас жерге тиді. Біз қай күнді қайтқан күні деп белгілейміз. Қайтқан күні ғой өзі. Қайтпаған күні 15-сі. 17-сі емес, 15-сі. Намазда болған едім, после родов намазға келе алмай жүрмін дейді. 40 күн өту керек. 40 күн аралығы тазалып. Содан кейін барып оқисыз. Нұреке, туған ата-ананың разылығын алу ма, бағып өсірген ата-ананың разылығын алу ма? Екеуін де аласың. Осы прямой эфирде бірінші бермейтін алтын айыр деген қолданушыны байқаймын. Неге екен дейді. Алла разы болсын. Мен де байқаймын, деп па? Ассаламағалейкум аға, қалайсыз? Күйеу ақша бермесе алимент арқылы алса бола ма дейді. Егер бермесе сотқа бересіз, бірге тұрмайтын болсаңыз, ажырасқан болсаңыз боласыз. Сот та сіз жағыңызда, шариғат та сіз жағыңызда. Баланы өсіру керек, бағу керек. Ата-ене разылығын алу парыз ба дейді. Әлбетте. Ата-ананың хүкімі тәләфә, үшу. Біріншісі, мән таваллакум, дүниеге келтірген, мән заважакум, қызын ұлын берген, мән таалламакум, ұстаздар да сені тәрбиелеген, мектептегі ұстаздарыңыз, түк білмей тупой болып келесінде, тардай болып кеп, таудай қып шығарған ұстаздарыңызға амандаспай жүргендеріңіз бар. Біреулеріңіз ұрсып, мен ұрсып едің, сабақта ұрып едің деп бетіне басып, қойыңыз, сен адам болсын деген ол. Саған ұрысқан бір жаңаға ұстаздың сонда еңбегін кейде бір түкке тұрмайтын нәрсеге олай жасамаңыздар. Қолдарыңыздан келгенше олардың өзі өтіп кетсе, семьясына жақсылық жасап тұрыңыздар. Зират басына тал ексе болады ма? Әкемнің басына барып еккім келген дейді. Болады, бірақ пайдалы тал болсын. Яғни болашақта кесіп алатын, ананды тарбиып өсіп кететін, мәйттің үстін жауып қалатын сүйегін, жапырағы көп, мұсыр көп керек жоқ. Ондайды екпей қойыңыз. Намазға қалай келуге болады? Почти атеист болып кеттік дейді. Жұмадан бастап бар. Соң бір мешітке барма. Бастайын әр мешітте ауыстырып тұр. Менің қызым шетелде жұмыс жасайды, істейді. Қызым түсінде әкесін өлтіріп қойған бірінші күні, кейін 3 апта бойы басқа біреу өлтіріпті әкемді дейді. Сағыныш. Егіздерімді босанғалы дұрыс сүт келмеді. Смес беріп жатырмын, жүрегім ауырады. Смес ішкен сайын сүт шақыратын дұға бар ма дейді. Менді Құдай сүт шығармаса не істейсіз? Дұғамен шығарып жіберейін деп едім, жаным, айналдым аналық мейіріміңнен. Алла разы болсын. Дәрігерлермен кеңесіңіз. Дәрігерлер бар, арнайы дәрілер бар. Мен жаңылмасам, аттар қазір есімнен шығып отыр. Бар, сүт шығаратын. Содан кейін өзің көп іш. Бірақ бүйрегің ауырса көп ішпе. Дәрігермен кеңес, ең дұрысы сол.
Süт шайды өзің өкіртіп іше бер. Сырылдатып іше бер. Бұйырса балаға бара береді. Аға, сізден сұрайын дегенім, ата-енемізбен қосылып ортақ үй алған едік. Қаладан балаларға оқуға түскенде енем ата-енем сатам деп отыр. Немересіне шық деп айтып кетіпті. Не істесем болады, қызыма 10 күн уақыт берем деген екен дейсің ба? Ерекспей қондар. Шықса шыға берсін. Зират басына барып, кәмпит тиын қойып дұға тілесең болады дейді. Жатқан адам дәметеді дейді. Сол рас па? Бола ма солай жасауға? Жоқ, олай болмайды. Зират басындағылар кәмпит жемейді. Кәмпит жейтін кез өтіп кетті. Тірі болса, тірі кезінде кәмпит жесе дәмететін еді. Өлгеннен кейін сенің кәмпетіңді, содан кейін барып дубайский шоколадты, одан кейін барып ирисканы, чайларды дәметпейді. Жаным, ол болмайды. Олай істеуге болмайды. Басқа ұлттарда бар, алдын отырып, тамақ ішіп өлген адам. Дінімізде қабірдің басына мал союға болмайды, қабірдің басына тамақ ішуге болмайды, қабірдің басы бір сондай құрмет қылатын, дұға қылатын, ақыретті еске түсіретін, сол өлген адамнан тәлім алатын жер. Ол жерден тамақ ішуге, жаңағы кейбіреулер апарып сөге жайып қойып отырады, еске алып, тамақ ішіп отырып. Олар басқа ұлттарда бар, қазір сторик қойып жатқан зираттар шығып жатыр, біз көріп жатырмыз, осы дұрыс емес. Ассаламағалейкум. Қасыңыз көзге түсіп қабақты жауып кедергі жасап тұрса, әрине қиюға болады. Сәндік үшін болмайды дейді. Я, дұрыс. Қой өйтіп айтпады. Қой деген сөзің артық еді. 45-ке келген бауырымыз бар. Қыз 40-мен таныстырсақ, менікі емес деп қарамайды. Негізі үйленгісі кеп жүр дейді. Енді іздеп тапсын да өзіңкін. Өзіңкін іздеп тапсан. Ораза биыл бірінші рет ұстадым, тек 5 күн қалған күндер. Қарыз күн болма. Түсінбедім, тек 5 күн қалды дейді. Ұсталмай қалса 5 күн, сол 5 күн ұстайсың, жаным. Мен шетелдемін дейді. 18-демін, өз-өзімді асырап жүрмін. Тек сізден жағым сынбай жүр. Әйтпесе өмір қиын болып қолшылығым да мән жоқ сияқты дейді, жаным. Сол. Алла разы болсын. 18-де болғасын бар болған. 18-де қалай шығып кеттің сен шетелге? Алтыным, жақсы. Оқы. Шетелдің көп жақсылығын үйрен. Пайдалығын асыр. Алла амандық берсін саған. Сол жердегі біздің Қазақстанның елшілігіндегі азаматтарға бар. Сол маған жаз, мен саған қай мемлекеттегесің, жәрдем берем. Бұйырса сен мемлекетіңе іздеп барам сен қазақты. Сен қазақты іздеп барам. Биыл бір көп сапарларымыз бар. Сол сапарларымызды сен бара тұрған қалаға барам, қарындасым. Зират сынып қирап қалды. Қайтадан көтеруге бола ма? Сол бірінші күйін келтіріп қойыңыз. Мұсыр болып салқаланып жатпасын. Аға, дуа деген бар ма? Отбасыма біреу дуа жасады дейді. Қалай алып тастауға болады? Имамдарға барасыз. Блефаропластиканы жасатуға бола ма? Болады, қажеттік болса. Біраз қазіргі уақытта көп жағдайда қажеті бар көп адамдар, өйткені мына үстіңгі қабағы түсіп, көз көру қабілетіне әсер береді, сондықтан жасату керек деп есептейміз. Ринопластика, егер дем алу, тыныс алу жолында проблема болса, ол да керек. Бір өлімнен қалдым. Тромбты ертетін арнайы оқылатын дұға немесе сүре бар ма? Фатиха сүресін оқи бересің, бірақ Фатиха сүресінің алдында тромбты ертетін кардиомагнил деген ішесің обязательно. Күнде жатар кезде кардиомагнил деген ішесің. Тромбас деген бар, ол да жақсы. Мен тыңдасаң, шетелден алдырып ішсең, вообще жақсы болады. Соған тромбасқа қарайсың да, Фатиха сүресін оқысында сөп дейсің де, сумен бірге ішіп аласың, жақсы болады. Бірақ дәрі ішіп барып оқы. Түсімде, қайда кетті, баламды алдыма салып алып, жылқымен шауып бара жатыр екенмін. Біреулер қашып жүрген деймін біреуден. Баламды қорғап ненің белгісі дейді. Дұғаңыздың белгісі, балаңызға дұғашы болыңыз, өте жақсы түс.
түсте түйенің туғанын көрсе не берген? Нәсіп болады, үлкен бұйрық болады, ырыздық болады жаным. Аға, менің күйеуім ішеді, қалай қойдырсам болады дейді. Орталықтарға бару керек, өзі әрекет ету керек. Биыл 5-ақ күн ұстадың ба? Қалған 25 күн қарызы болады жаным, 24 күн. Бақсыға барса бола ма? Тіл көзден емдейді, жол ашады екен. Фатиха сүресімен бастайды, қобызбен. Сары ағаш жақта. Енді қобызыңды білмеймін, енді көбілер олар үйлерінен оқып, жол ашып, офис ашамай жүрген. Енді сөйтіп сендер барай берсеңдер, Құдай қаласа біраз ақша жинап, офис ашады өздеріне. Содан кейін байып алып, сондай болады бұйырса. Өзі Құраннан артық сүре ашатын нәрсе жоқ қой. Құран, ата-анаңыздың батасы, жақсылық амалыңыз, ақ пейіліңіз, шынайы ниетіңіз. Болды. Содан кейін жолда ашатын ең жақсы нәрсені айтайын ба сіздерге? Бұл действенный, шынайы, ешкімнен ештеңе үміт етпе. Никто маған не обязан деп есептесең, өмір сүру оңай болады. Как будто жолың ашылғандай болады да. Ешкім маған ештеңе қарыз емес деп ойласаң, сонда ешкіммен ұрыспайсың, өкпелемейсің, ешкімге жеңілмейсің, ешкімге жағаласпайсың. Саған нормально қарайды, қарыз емес о саған, болды. Өмір сүру жеңіл болады.